Баршаларыңызга кайырлуу күн, устаган оразаларыңыз кабыл болсун. Бүгүн сиздерге ауыз ашарга дайындаган өтө жемдүү сорпанын рецептин сунамын. Курамдагы заттар кол жетимдүү. Эң баштысы өтө жемдүү әрі тоюмдуу чыгады. Міндетті түрдө жасап көрүңүздөр. Эң алдымен сәбиз бен пиязды тазалап аршып алабыз. Одан кийин сәбизди iri бөлүктөргө бөлүп туурайбыз. Ыдысыбызга 1,5 литр суук сууду куюп, үстүнө тууралган сәбиз бен пиязды саламыз. Және де демдеуіштерден 2 тал лауыр жапырағы мен аздаған қарабұрышты саламыз да қақпағын жауып 20 минутқа қайнатамыз. Құрметті көрерменім, мен бұл каналда тек сіздермен сәтті шыққан рецептілермен бөлісемін. Керек кезде мені таппай қалмасы үшін дәл қазір менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де бір пиязды бейнеде көрсетілгендей майдалап турап аламыз. Одан кейін табаға азырақ сұйық май құйып, туралған пиязды салып, жұмсарғанша қуырамыз. Ендігі кезекте бір сәбізді өкіштен өткізіп, қуырылып жатқан пияздың үстіне салып, 2-3 минуттай қуырамыз. Мінекей пияз бен сәбіз әбден жақсылап қуырылды. Енді оның үстіне 200 грамм фаршты салып, жақсылап араластырып, суынан арылғанша қуырамыз. Bir тал чеснокты бейнеде көрсетілгендей майдалап турайбыз. Мінекей фаршымыз жақсылап қуырылды. Енді осы фарштың үстіне туралған чеснокты және де 2 ас қасық томатты, татымына қарай тұзды салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Осымен фарш қуырылып дайын болды. Астындағы отты сөндіріп қоямыз. Сорпаның қайнап жатқанына 20 минуттан асып кетті. Енді сорпаның ішіндегі сәбіз бен пиязды және дәмдеуіштерді сүзіп алып тастаймыз да 2 тал картопты өзіңіз қалаған формада турап, қайнап жатқан сорпаның үстіне салып, қақпағын жауып, тағы да картоп піскенше қайнататын боламыз. Шамамен 10-15 минутта картоп пісіп дайын болды. Енді осының үстіне алдын ала қуырылып дайындап қойған фаршты салып, жақсылап араластырып, тағы да 2-3 минуттай қайнататын боламыз. Құрметті көрермендерім, егер сіздерге рецепті ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Басқа да әлеуметтік желілер арқылы достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мінекей достар, осымен сорпамыз дайын болды. Татымына қарай тұз қосамыз. Соңында тағы да егер тұз аз болса, және де ұсақталып туралған ас көкті салып, жақсылап араластырып, астындағы отты сөндіреміз. Құрметті көрермендер, көріп отырғандарыңыздай сорпаның жасалуы өте қарапайым. Ең басты ерекшелігі құрамындағы заттар барлық ас үйден оңай табылатын қолжетімді заттар. Әсіресе ауыз ашар үшін таптырмайтын рецепті сізге де жасап көруге кеңес беремін. Жасағаныңызға өкінбейсіз. Каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды да ұмытпаңыздар. Мен үшін бөлген алтын уақытыңыз үшін рахмет. Келесі бейнеде жүздескенше.